достар, сіздермен бірге Ақбота. Бүгін мен сіздермен бірге сетевой бизнестағы ең маңызды 5 құралды талдайтын боламын. Олай болса, кеттік. Бірінші, мақсатты аудитория. Екінші, сапалы упаковка. Үшінші, воронканы іске қосу. Және төртінші, трафик. Бесінші, бұл каналдарды іске қосу. Әрқайсысы жеке-жеке тоқталатын жеке сабақтар болғандықтан, бір күнде айтып өту әрине сіздерге қиын болады, және де бір видеоға сыйғызу мүмкін де емес. Сол себепті мен сіздерге бүгін жай ғана сипаттама беретін боламын. Олай болса, кеттік. Мақсатты аудитория. Жалпы сетевой бизнесте, я болмасам интернет арқылы табыс табуда, мен бүгін сіздерге интернет арқылы табыс табу жолын қарастыратын болғандықтан, офлайн емес, онлайн түрін қарастыратын болғандықтан, мен сіздерге мынау интернетте жұмыс жасауды көбісі айтады, жеке брендсіз интернет арқылы жұмыс жасау мүмкін емес деп. Жоқ, олайда мен келіспеймін. Себебі мен өзім жеке брендсіз интернет арқылы жұмыс жасап, команда құрып отырғандықтан, мен мүлдем келіспеймін ол нәрсеге. Бұл енді сіздің жалпы әр бизнесте, сетевойда ғана емес, барлық бизнесте адам өзінің целевой аудиториясын білу керек. Мақсатты аудитория дегеніміз, бұл орысшалап айтқанда біздің құлағымыз үйренген целевая аудитория. Ары қарай, міне, целевой аудиторияны егер де біз дұрыс таңдайтын болсақ, яғни біздің болашақ серіктестеріміздің біз сұранысын, талаптарын білетін болсақ, бізге ол адаммен жұмыс жасау оңай болады. Өйткені біз ол сұраныстарға, талаптарға сай не бере алатынымызды білеміз. Сол себепті біз бірінші целевой аудиториямызды таңдамас бұрын, целевой аудиториямыздың қандай сұраныстары бар, және де олар қандай талаптар қою мүмкін деген сұрақтарға жауап беруіміз керек. Ал екіншіден, сол талаптарға сіз сай келесіз бе? Және де сіз ол сұраныстарды бере аласыз ба, целевой аудиториямызға? Сол нәрсені біз зерттеп алатын болсақ, бізге жұмыс жасау сетевой бизнесте 80% жеңіл болады. Ары қарай, екінші, бұл сапалы дегеніміз, біз енді интернетте жұмыс жасайтын болғандықтан, біз өзіміздің жеке кабинеттерімізді реттеуіміз керек. Ол деген не? Біз жұмыс жасайтын желілер Instagram, ВКонтакте, Telegram және WhatsApp. Осы төрт нәрсені ретке келтіруіміз керек. Барлығын бизнес аккаунтқа ауыстыру арқылы, біз бәрін дұрыстап реттеу арқылы, аватаркасынан бастап, сіздің кәдімгі жаңағы инстаграмыңызға, парақшаңызға келген адам сіздің не бере алатыныңызды білу керек, сіздің кім екеніңізді білу керек, және де сіз қандай пайдалы ақпарат бере алатыныңыз жайында шамалы кішігірім ақпарат болу керек. Жалпы соның бәрін қалай дұрыс жасау керек, қалай жаңағыдай адамды тартымды ету керек, осыны жасап үйренетін боламыз біздің курста. Ары қарай, воронканы іске қосу. Әр бизнестің өзінің сервисі болады. Мысалы, біз базарға баратын болсақ, өз сөмкемізді өзіміз алып жүреміз, далада, шаңда деген сияқты. Ал егер де біз супермаркетке баратын болсақ, арнайы арбаларға салып, арнайы сөрелерден упаковкаланған заттар аламыз, Сондағы айырмашылық сауда бір, біз бәрібір сауда жасадық. Ана жақтан да, мына жақтан да сауда жасадық, Бірақ айырмашылық сервисте, Сол сияқты сетевой маркетингтің интернет арқылы жасайтын болғандықтан, ең басты сервисіміз біздің воронка. Яғни, бұл біздің адамдарымыздың келіп құйылатын жері, аты айтып тұрғандағыдай. Воронканы іске қосу, жалпы біздің командаға келген алғашқы күндері жаңа серіктестерімізге дайын воронка беріледі. Өйткені жұмыстарын тездету үшін, алғашқы айдан бастап табыс көру үшін. Және де келесі айда әр адам, әр серіктес өзіне бір айдың көлемінде өзіне ыңғайлы етіп, өзінің мақсатты аудиториясына байланысты өзіне воронка жасап үйренеді. Әр серіктес өзіне жеке воронка жасайды. Бұл дегеніміз өте ауқымды сабақ, 3 күндік сабақ. Енді бұл сіздерге жаңа сипаттама ретінде айтып жатырмын.
Бұл да кәдімгі жаңа методика арқылы жасалады. Әрі қарай, төртінші трафик. Енді бұл дегеніміз трафик жалпы адамдар, енді ескі әдіспен жасаған, сетевойдағы ескі әдіспен жасап жатқан адамдар біледі. Мен де ескі әдіспен жасағанмын. Әрине спам, енді онша спам көп жасаған жоқпын, бірақ дегенмен де соңғы айларда спам жасап көрдім мен де. Мен өзім жеке список жасау, яғни таныстардың, жаңағы туған-туыстардың списоктерін жасап, оларға звонок жасап, бизнес предлагать етіп, сондай нәрселерді жасап көрдім. Енді ол нәрсені, енді ол ескірген әдіс, олынша жұмыс жасамайды қазір. Біз қазір жаңа методикамен, жүйеленген система арқылы кәдімгі трафикті, яғни адамдарды, мақсатты аудиторияңызды сізге тікелей өзі, мен сіздің командаңызға қосылғым келеді, мен сізбен серіктес болғым келеді деп жазатындай етіп жұмыс жасайтын боламыз. Яғни біз енді спам жасамаймыз, ол ескі әдіс, біз жазбаймыз. Біз өзімізге көңіл аудару, зейін аудару арқылы, өзіміздің пайдамыз арқылы біз адамдар бізге өздері жасатын болады. Ол біздің мынау тікелей мақсатты аудиториямызбен өте тығыз байланысты. Келесі, бұл каналдарды іске қосу. Бізде әр серіктесіміздің өз жеке каналы болады. Яғни біз онлайн жұмыс жасағандықтан бір күнде таныса салып, адам біздің командамызға кірмейді, Себебі біз онлайн жұмыс жасап жатырмыз, бізді көп адам танымайды, Шамалы уақыт ол арамыз кішкене жылу керек. Ол адам күнделікті бізді қарап отыру керек, күнделікті бізден пайдалы ақпарат алып отыру керек, Сол себепті біздің фан базаларымыз отыратын, болашақ, біздің мақсат аудиторияларымыздың келіп жиналып отыратын, бізден пайдалы ақпарат алып отыратын біздің арнайы каналдарымыз болады. Ол әр серіктестің жеке өзі жасап үйренеді ол каналдар. Қалай ол жерге мынау мақсатты аудитория осы мынау барлығын айналып, қарашы, мақсатты аудиториямызды талдадық, білеміз, кіммен жұмыс жасайтынымызды, кіммен серіктес болатынымызды. Екінші, упаковкамыз керемет. Одан кейін упаковкамыз кереметтігі соншалықты көрген адам ішіне кіріп көргісі келеді, Ал үшінші, воронкамыз жұмыс жасап тұр. Адамдар бізге командамызға қосылғысы келіп жазып жатыр, Енді осының бәрін жинайтын бізге фан база керек. Осы фан базаны қалай жасау керек, қалай дұрыс жасау керек, біз сабақта үйрететін боламыз. Әрі қарай кеттік. Енді қараңыздаршы, бұл біздің жалпы каналда, бізде командалық каналда болады. Ол жерде статусына қарай әр серіктес өзінің сұрағына жауап ала алатындай, сұрақты қоя алатындай, және де жасап жатқан жұмыстарын талдап көре алатындай каналдар бар. Бұл каналдар бізге не үшін керек? Бұл каналдар, жеке канал біздің фан базаларымыз отыратын жер керек, яғни біздің мақсат аудиторияларымыздың жиналып келіп отырып, бізге серіктес болғанша, бізге жылы жақын танысқанша бізбен бірге отыратын жері, Ал командалық каналдарымыз, ол кәдімгі біздің алғашқы айдан бастап табыс табуымызға итермелейтін, ол жердегі әрбір жұмысымызға, біздің әрбір жасаған жүйелі түрде жаңа методиканы адамдар тез қабылдап кетуіне көмектесу, поддержка, групповая поддержка, командная поддержка беріп отыратын біздің каналдарымыз бар. Енді әрқайсысы жеке-жеке тоқталатын сабақ болғандықтан, әрқайсысы жеке тығыз сабақ болғандықтан айталық, сіз мынау мақсатты аудиторияңызды таңдамас бұрын сапалы упаковкаңызды жасайтын болсаңыз, ол сізге жұмыс жасамайды. Себебі сіз мына жерде қателік жасап тұрсыз, Сол сияқты барлығы бір-бірімен байланысты сабақтар болғандықтан, бір видеода айтып жеткізу әрине мүмкін емес. Егер де толық сабақты алғыларыңыз келсе, 7 күндік интенсивті тегін алу мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін осы видеоның астындағы сілтемеге, өзіңізге ыңғайлы сілтемеге менің жекеме жазсаңыз болады. Мен 7 күндік тегін интенсивті сабақты алғым келеді десеңіз, жүйеленген система арқылы команда құруды, бір айда, сетевойдағы алғашқы айда табыс табуды үйретемін. Сіздермен болған Ақбота, сау болыңыздар.